Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз егер гүлге адам ағзасы секілді, адам ағзасына секілді ем де қажет болады, және де күтім де қажет еді. Сондықтан да құрметті көрермен, әсіресе көктем кезінде егер қурап жатса гүліңіз, егер солып жатса, біз міндетті түрде флористердің кеңесіне жүгінеміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта флористер Бегайым Қойшыбекова және Музафар Насруллаев. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Гүлдей жайнап тұрсыз, бірінші кезекте осы сөз сізге жиі айтатын шығар, иә. Қош келдіңіздер дейміз. Бірінші кезекте қазіргі таңда мен байқаған бойынша жастар әсіресе бұндай гүлдерді үйіне сатып алмайтын сияқты. Бірақ мен қазір өсе келе дейінші, жас қосқан сайын гүлге қызығушылық танытып жатырмын. Гүлді, мысалы, кім алады үйіне? Қандай жағдайда оған қызығушылық танытады? Және алардың алдында неге бірінші кезекте мән беру керек? Ол рас, өкінішке орай жастар көп мән бере бермейді бұндай үй гүлдеріне. Негізінен көбінесе үлкен кісілер ғой, бізде мамаларымыз, апаларымыз бұрыннан өзіміз көргенде гүлді алып келіп, қарап, үйретіп жататын бізге. Бірақтан жастарға енді көбінесе сыйлық бергеннен кейін келіп жатады бізге. Сұрап, қалай қарайды, қалай бұны жаңғы ауыстыруға болады деп. Негізінде гүл алған кезде мән беру керек жапырақтарына. Жапырақтарын өздерінен гүлдерінен де көрініп тұрады, егер де ауырып тұрса, оның түрінен көрініп тұрады негізінде. Бірақтан енді гүл деген ол керемет қой, негізінде өзімізді тек қана үйдің ауасын ғана тазартып қоймай, және көңіл күй сыйлап, өзімізде осы гүлге қарап, өзімізде жайнап жүргіміз келіп тұрады. Әрине, дұрыс айтасыз. Бірақ менің байқаған бойынша, мысалы, мен өткенде дүкенге бардым, өзіме әдемі гүлді сатып алдым. Ол жақта тамаша құлпырып әдемі өсіп тұрды, бірақ үйге алып келгеннен кейін, 2 күннен кейін солып қалды. Ол үйдегі атмосфераға байланысты ма, әлде оны бір дұрыс күту керек пе? Не себепті олай болады? Негізінде үйге келгеннен кейін кем дегенде 2-3 күннен кейін гүлді ауыстыру керек, топырағын ауыстыру керек. Себебі бұл топырағы, бұл транспортировочный топырақ деп аталады негізінде. Және горшогын да енді ыдысын да өзіңізге ыңғайлатып, бірақтан негізінде топырағын міндетті түрде ауыстырып, тек қана құр топырағын ғана ауыстыра қоймай, және қосымша минералдар, витаминдер қосу керек негізінде. Сонда бұл гүлдер сізді ұзақ уақытқа жаңағы құлпырып, жайнап, және жақсы өсетін болады. Негізінде минералдар бізде бірнеше минералдарды қосу керек. Оның түрлері бар, өзінің витаминдері бар. Енді кішкентай балаға да біз мысалға витаминдер, дәрумендер беріп, сөйтіп өсіреміз ғой. Тамақ бер. Сол сияқты бұл да гүлдері кішкентай бала секілді ғой. Оларға да дәрумендер керек. Қосымша. Музафар мырза, мысалы, жаңа гүл құмырасы дейді ғой, сәйкесінше мына өлшемі сәйкес келе ме? Топырағы қандай болу керек? Мысалы, мен мына гүлді дүкеннен келдім, алдым, енді осы жерде не өзгертуім керек? Бірінші болып құмырасын 2-3 сантиметр, ары кетсе 5 сантиметр көбейтеміз, үлкендегі құмыра аламыз. Сосын мына жерде топырақты ауыстырамыз, өйткені гүлдер әрқашан торф деген бар, ол уақытынша топырақ, оның көп құнарлығы жоқ, сол үшін мына жерде минералдарды қосып, жаңа топыраққа отырғызу қажет. Қаншалықты жиі оны қосамыз? Бір рет ауыстырады, сосын 1 жылға жетеді. Аптасына неше рет ауыстырып отыру керек? Топырақта 1 рет ауысады, жылда 1 рет. Жылына 1 рет. Содан кейін дәрумендерді естуім бойынша 2 аптада 1 рет қосып отыру керек. Көктем, жазы 2 аптада 1 рет, күз қыста айда 1 рет. Жақсы, ендеше біз мына жерде барша көрерменге іс жүзінде көрсек. Дұрыс үйреткіміз келіп отыр. Дәл осында үлкен гүлдер болса, оны қалай ауыстыру керек, қалай суару керек, қалай қию керек жолдарын үйретеміз. Бірақ оның барлығы жарнамадан кейін, қымбатты көрермен, алыстамаңыздар. Оян. Таң берекелі болсын, қымбатты көрермен. Енді көктем мезгілінде гүлдер әсіресе ерекше күтім талап етеді. Сондықтан біз студия төріне флорист мамандарды шақырдық. Үйде жаңа құрап қалған, өспей қалған гүлдер болса, дәл қазір бұл 15 минут сізге арналады, 10 минут шамамен. Сондықтан бізбен бірге болыңыз дейміз. Студияда Бегайым Қойшыбекова, флорист, Музафар Насруллаев, флорист. Тағы да қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Енді мынандай үлкен гүлдерді көп өсіре бермейді ғой, бірақ гүлді қалай осылай орнату керек, қалай ауыстыру керек, соның жолдарын айтсаңыздар. Қазір іске кірісе берейік, не істеп жатырмыз? Мынау бізде универсальный топырақ. Оған
Осы минералдың атын атап өтсеңіз, не минерал? Агроперлит. Агроперлит қосамыз. Сосын оған вермикулит. Бұл барлық гүлдерге қоса беруге болатын Иә, дүние ма? Универсальный. Не үшін керек? Мынау минерал. Мынау топырақты жабысқылау үшін. Мынау кәдімгі ағаш көмірі. Бұл шірімеу үшін, тамырлар шірімейді. Ондай да бар ма? Тамырлар көбіне көп суара берсең шірейді деп естідім. Мынау диатомит деген, бұл тоже тамырлар шірімеу үшін. Осының барлығын талап ететін білмеген екен. Сөйлеп жүрміз ғой, ауасында гүлді отырғыза саласын деп. Ал жай ғана топыраққа мысалы отырғызсаң ол өспеу мүмкін бе сонда? Өседі, просто құнарлық қаншалықты көп болса тез өседі. Тез өсуіне әсер етеді. Оның барлығын араластырамыз. Гүлдеп, жаңағыдай жақсы өсіп гүлдеп тұрады. Гүлдейтін гүлдер, мысалға әшейін топыраққа отырғыза салса, ол гүлдемей қалуы мүмкін. Одан тағы да ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан көбісі жаңағы флористерге жүгініп жатады. Мына біздің гүл ауырып жатыр, неге ауырып жатыр? Біз суғарып жатырмыз, су сеуіп жатырмыз, не болды мынаған деп. Егер де осылардың бәрін ереже бойынша мысалға отырғызып, дұрыстап қараса, онда әрине ол гүл ауырмайды және құлпырып жайнап сіздерді қуантып тұрады. Тамаша, енді бізге гүлге қатысты бір көрермен хабарласқан екен. Мүмкін осы гүлді қалай өсіру керекке қатысты сауал бар шығар. Тыңдап алайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым, менде ақша шақыратын гүл бар. Соған қандай күтім жасау керек? Өсіріп алмау үшін қанша мезгіл суарған дұрыс күніне? Жақсы. Рахмет сауалыңызға. Ақша шақыратын ол замия кулькас деген гүл болар. Ақша шақыратын негізінде екі гүл. Бізде қазақтар жақсы көреді ғой. Әйел бақыты, ер бақыты, ақша шақыратын деп. Замия кулькас деген ол кең тараған гүл негізінде. Ол ең күтім қажет етпейтін гүл негізінде. Бірақтан оны көбісі ауыртып қалса, себебі оған көп су құяды. Менің кеңесім осылай дұрыстап отырғызып, оны керекті минералдарын бәрін қоспарды қосып дұрыстап отырғызып, және де кем дегенде 1-7-де 10 күнде 1 рет суғарсаңыз, болды жеткілікті. Оған су сеуіп, үйтіп қатты суаруының қажеті жоқ. Тамаша, енді мына жақта Мұзафар мырза кірісіп кеткен сияқты. Астына не қостыңыз Мұзафар мырза? Дренаж. Ол не үшін? Өсімдіктің тамырлары Бос сумен таралуыны. Сумен тамыршып шірмеу үшін. Шірмеу үшін. Жақсы. Ақырын ғана шығарып алдық. Одан кейін дәл осы күйінде үстіне салу керек пе? Тазалаймыз қазір. Көмек қажет болса айтыңыздар. Міне, қымбатты көрермен, араластырған топыраққа дәл осындай күйде салайын деп жатырмыз. Бірақ Мұзафар мырза сыртынан бұрынғы ескі топырақтарды алып жатыр. Топырағын ол міндетті түрде алып тастау керек. Себебі бұл ескі топырақ уже жарамайды ары қарай. Құнары жоқ. Тамырын мысалы бүлдіріп алмаймыз ба? Енді оны ақырын алу керек негізінде. Өзіңіз қарасаңыз, бұлайынан топырағы өзі түсе береді ақырындап өсіріп жүрсеңіз. Толығымен топырағын түсіру керек, да? Негізінде, иә. Түсінікті. Гүлдердің міне қараңызшы, төбеге қарап өсіп тұрған жоқ, байқайсыз ба? Барлық жапырақтары жерге қарап өсіп тұр. Өзі кішкене ауырып тұр екен. Мына жерде ауырып тұрған жапырақтарын алып тастау керек. Оны қиып тастаудан қорқудың қажеті жоқ. Көп адамдар қорқып жатады, оны қалай қиямыз деп. Кәдімгі секатормен алып түбінен қиып тастау керек. Оны егер алмаса, одан да басқаларына көшіп ауыра береді. Қалай қиғаны дұрыс? Оны бүлдіріп алмай қиып алу керек. Ауырып тұрған жапырақтарын түбінен былайынан қиып тастасаңыздар, мысалға қазір мен сізге 1-2-ін көрсетіп жіберейін. Иә, қазір көрсетейік мысал ретінде. Мысалға мынандай секатор деген негізінде көп үйлерде болады. Нағыл түсінбей жатқан шығар, не болды? Не істеп жатыр деп. Мынау сарғайып кеткен мысалға жапырағын мүлдем керегі жоқ. Міне, қымбатты көрермен, дәл осындай гүлдеріңіз қурап кетсе, алып тастау керек. Қорықпаңыздар. Ол гүлге ешқандай әсер етпейді, керісінше жақсы өседі. Әрине.
Мынаны тауып тастадыңыз ба? Иә, бұл жерде міне қарасаңыз, міне бұл уже қалпына келмейді бұл жапырақ. Мынандай Сондықтан гүлдерде, бұны- міне жапырақтарын қараңыздар. Шеті де. Май жақса болмайды екен. Ондай нәрселер болып Өкінішке жатты. орай гүлдерде ондай жоқ енді адамдарда сияқты. Басында ана жарақат күтім талап етеді, ем талап етеді дегенге енді біз басқаша емдейміз ғой дегенбіз Иә, біз басқаша деп ойладық. Гүлдің иесі бұны сезіп қазір уайымдап отырған шығар. Одан кейін бұл гүлдердің, әр гүлдің өзінің күтімі бар негізінде. Кейбір гүлдер көп суды қажет етпейді, кейбір гүлдер керісінше су сепкенді тағы да қалайды, қосымша құр құйғаннан бөлек тағы да су сеуіп. Негізінде гүл деген өзі ол тірі жан болғаннан кейін бұлар махаббатты талап етеді. Махаббатты, күтімді. Бұлармен бізде үлкен апаларымыз даже сөйлесіп жатады. Бұларға ат қойып, сөйлесіп. Бұл гүлдер сезеді ғой барлығын. Сол мен де ойлайтын да, үйде мысалға үйдің аурасын гүл сезеді деп ойлайтын тұғым. Ол рас па? Сезеді, иә. Біздің қазақтар бізде енді ырымшыл халықпыз ғой негізінде. Кейбіреулер айтып жатады, жаңағы көзді алып кетеді, бір негативті алып кетеді деп. Бәлкім ол да рас шығар енді. Бірақтан гүлді енді күтім қажет етеді. Кез келген гүл күтім қажет етеді. Иә, баласындай қарайды ғой, расымен. Жалпы қазір гүлдердің түрін атап, және де сол гүлдерге қандай күтім керек екенін айтып бере аласыз ба? Енді кеңінен тараған танымал гүлдер ел көп алатын. Иә, жаңа айтқанда кеңінен тараған замия кулькасы деген ақша шақыратын гүл, одан кейін көбісіне енді сыйлыққа беріп жатады, әйел бақыты мен жаңағы ер бақыты деген. Ол екеуі де гүлдейтін гүл болғандықтан оларға күн қажет етеді. Қатты күн емес, енді бірақтан жалпы гүлдейтін гүлдер күн қажет етеді. Мынау сияқты мысалға жасыл жапырақты гүлдер, гүлдемейтіндер көбінесе көп күнді қажет етпейді, бірақтан көп суды да қажет етпейді. Иә, енді әркім өзінің нұсқасын YouTube-тан қазір барлығы қолжетімді ғой, қарап алады. Бізге хабарласқан тағы да көрермен бар екен, тыңдап алайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, байланыс үзіліп кетті. Тағы да хабарласып көріңіз, біз әлі де тікелей эфирдеміз. Енді одан бөлек қазір Мұзафар мырза, сіз аяқтаған сияқтысыз, соған мән берейік. Не істедік? Мынаған қайтаны отырғызып қойдық. Оның несін ауыстыру керек емес пе? Горшогын. Горшогын ауыстыру керек негізі. Бірақ бізде қазір қолымызда болмаған үшін осыны отырғыздық, қайта топыраққа ауыстырдық. Сіз мұнда араластырып отқанға мен ойлап едім, қазір сонда Иә, мен де әдістің араластыру үшін қолдандық. Десе де көлем жағынан гүлден қарағанда екі есе үлкен болу керек қой, иә? Жоқ. Горшок жоқ? Гүлге қарағанда емес, тамыр, ескі горшок қандай болса, тамырына байланысты. содан 5 сантиметр үлкендеп аласыз. Тамаша. Жаңағы хабарласқан көрермен тағы да бізге қоңырау шалды. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қандай сауалыңыз бар? Сауалнама мындай, менің анам гүлдердің ішінде шай құяды, сол құяды, соларды бола ма, болмай ма, сол туралы айтып жетсеңіз. Иә, рахмет сауалыңызға. Расымен біз шай қосамыз, түрлі дүниелер қосамыз. Менің де мамам сөйтеді. Ол кейде көмектеседі, кейде көмектеспейді. Өйткені мысалы кейбір гүлге ол минерал қажет, ал кейбір қажет емес. Сол үшін оны қарап таңдап қолдаған дұрыс, но жақсы мамандандырылған, олармен қолдаған жақсы. Шайда қандай минерал болуы мүмкін? Шайда минерал жоқ, шайда тек қана қышқыл. Қышқыл, иә? Қышқыл деп қалдыңыз, кейбір адамдарда мысалы, үйге гүлдің арнайы бір түрлерін алмаңыз дейді, себебі үйге негативті атмосфера беру мүмкін. Сондай топ 3 гүлдерді айта аласыз ба? Үйде емес, оның керісінше аулада ұстау керек деген сияқты. Негативті және күшті энергия беретін топ 3 гүлдер. Енді негатив алып келетін гүл деп айта алмаймын. Бұл байқұс гүлдер қандай негатив алып келуі мүмкін. Біз бұларға негатив бермесек, бұлар негізінде негатив бізге бере алмайды. Бірақтан кейбір гүлдер болады, зияны оның мысалға сынып қалып сындырылса, ішінен сок бөлінеді ғой енді кейбір гүлдерден. Соның зиянды болады кейбір гүлдер. Және мысалы Диффенбахия деген гүл бар. Он сынған кезде, сок бөлінген кезде ол мысықтарға, жануарларға, үйдің, одан кішкентай балаларға өте зиян деп есептелінеді негізінде. Сосын қандай? Жеп қойса, аузына жеп салып қойса, одан кейін
тағы да китайская роза деп, бізде қазақта айтады, негізінде ол гүлді де үйде ұстауға кеңес бермейміз. Оны жаңа аулада, енді жататын бөлмеде негізінде көбінесе болмайды дейді ол гүлді. Ол да бар екен, иә? Бұлайна жалпы гүлдердің барлығы керісінше олар ауаны тазалайды. Және де өзімізді қуантады ғой енді. Сіздердің кеңестеріңізге қызығушылық танып жатқан көрермендеріміз көп болып жатыр. Студияға тағы да қоңырау шалып тұр. Иә. Қайырлы таң. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Қандай сауалыңыз бар? Мен мынау орхидея бар еді менде. Соны білейін деп едім, қалай уход керек оған. Жақсы, сауалыңызға рахмет. Қандай күтім керек? Орхидея гүлі. Орхидея гүліне ең маңызды топырағы. Онда топырақ емес, қара сосновый қара емес па? Сол қолданылады, өйткені оның тамыры әрқашан ауа және күн талап етеді. Сол үшін қолданған горшоктар тоже прозрачный болу керек. Күн өткізу керек. Тамаша, тамаша. Енді біз аяқтадық қой, иә, мынаны? Иә, болды. Гүлді ауыстырып бердік, енді әрі қарай не істеуіміз керек? Қалай күтеміз? Бүгін емес, ертең су құю керек. Бүгін құймаймыз, дәл осындай күйде қалдырамыз. Қателік екен ғой, бірден су құйған, иә? Өйткені топырақ ылғалды болды. Өз топырақтың өзі ылғалды болғандықтан болды. Жақсы. Рахмет сіздерге көп-көп. Қымбатты көрермен, жаңа ғана қосылып жатсаңыз, біз жаңа гүлдерді қалай күту керек, соның барлығын талқыладық. YouTube парақшасына қайта жүктейміз, қараңыздар. Студияда қонақта болған Бегайым Қойшыбекова, флорист және Мұзафар Насруллаев. Көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Сіздеріңізге береке берсін дейміз. Әрі қарай қымбатты көрермен, бізде шағын жарнама. Бірер минуттан кейін қайта қауышамыз, алыстамаңыздар.